Мен Айтбек Рақышев Абтайұлы 1951 жылы 29 мамырда дүниеге келген екем. Өздеріңіз білесіздер, Тарқыбатай ауданындағы ескі Тұғыл селосының да туып, сол жерде бала күнімізді еске алып отырмыз міне. Киелі Зайсан көлінің жағасында сол кездегі ескі Тұғылдағы адамдардың алқауқатына бір кішкене көз сала қарауға болар еді. Мынау табиғаттың сұлулығы сондай, сол ескі Тұғылымыздың өзінде, сол жағадағы тұрған үйіміздің жағада соққан желдің самалымен осында бала күндерімізде ойнап өсіп жүрген ескі күлді ұмытуға да болмайды. Өздеріңіз білесіздер, бұқтырма кезі салғаннан кейін 1961 жылға қарай мынау су көтерілгені байланысты Тұғылды Новая стройка деген село жасаймыз деп, осында бізді көшірді міне. Осында көшіп келгеннен кейін, мынау жаңа Тұғылды көшені көшедей қып, түп-түзу үйлер салып, мектептер салып, магазиндерді салып, 27-28 мекемелерді осы жерге топтастырған. Сол кездегі мысалы 60 жылдан бастап Тұғыл аудан экономикасына, Шығыс Қазақстан экономикасының өзінің үлесін қосты. Себебі өзен жағалағанның өзі талмайды дегенше, бұл адам жұмыспен көркейеді. Жұмыспен көркейіп, жұмыспен гүленеді деп ойлаймын. Сіздер білесіздер, мынау Зайсан көлінің балығы сол кезде өте көп болды міне. Судың көтерілуіне байланысты, балықтардың көбеюіне байланысты Зайсанның көлінің балығы ауданымыздың экономикасына өзінің үлесін қосты ма деп санаймын. Өздеріңіз білесіздер, сол кезден бастап айландырған 5-10 жылдың арасында Зайсан мына ауданымыздың халқы 16 мың адамға дейін жетті. Соның ішінде 28-29 мекеменің ішінде Зайсан Рыбпром мекемесінде қызмет атқардым. Сол қызметтің арқасында Москваға оқуға барып, оқу келіп, 5 жыл сырттай оқу бітіргеннен кейін Зайсан Рыб инспекцияның бастығы болып тағайындалдым. Сол кезде өздеріңіздер білесіздер, жылдан жылға балық көбеюіне байланысты, Тұғылымыздың өркендеуіне байланысты Зайсан Рыбпромда 1200 адам қызмет жасады. Осы 1200 адамның сол 700